менің осы жазғы демалысым ең жақын тәтемнің ең керемет күніндегі естеліктермен ойымда қалды. Қаншама қызу дайындықтар, барлығы керемет болды. Зина, біз сені жақсы көреміз. Ал ары қарай менде университеттің жұмыстары, сабаққа жақсы дайындық басталды. Блог түсірейін де университетке келдік Альмирамен. Енді кішкене уақыт қалды, енді университетте бірге оқимыз. Ең керемет сәт. Кеше ғана менің туған күнім болды. Енді өте күшті болды туған күн. Құттықтағандарына бәріне рахмет. Енді қазір үйге, не айтам білмеймін. Үйде ма? Үйде. Жақында осылардың бәрін қосып бір блог жасаймын. Болды, алдық. Енді үйге. Сәлем достар, сендермен мен Динара. Мен негізінде бұл видеоны бағана түсірім керек еді. Мен үйге жаңа келдім. Бір үйге тапсырыс бойынша макияж жасап келдім. Үйіне барып, енді ғана келдім. Күн өте ыстық, бүгін 28 тамыз. Әрең жеттім. Менде екі сумка, біреу туған косметикалық, екіншісіне телефон, үйдің кілті, сол өзімнің заттарым. Сонымен қазір жарты сағаттан кейін тағы бір клиент келу керек, ол да макияжға. Барлығыңа сәтті күн болсын, демалысында аз-ақ күні қалды. Бірінші. Мен не алдым, мен үшеуін алдым. Ұнаған. Пицца алдық. Үйге бар жеміс сатамын. Бургер жедік. Киім алдық. Енді үйге дала қараңғы болып кеткен. Саат қанша болды? 10-ға жақындапты. Күшті қалды. Бургермен сосын қазір пиццамен менің демалысым аяқталады.